Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге тағы да жазға ең керемет өтетін кәсіптің түрін айтқым келеді. Осылай бір қазанмен жақсы керемет кәсіп бастап кетсеңіздер болады. Салқын көже жасайтын боламыз. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Мен көжені 4 литр суға жасап жатырмын, сондықтан 150 грамм бидай, 150 грамм жүгері аламын. Жүгерінің екі түрі болады, біреу ақ, біреу сары. Ақ түрі өте ұзақ қайнап, өте ұзақ уақытта піседі, ал сары түрі оған қарағанда тезірек піседі. Бірақ дәл осы сары жүгерінің ішінде көптеген қоқымдар болады. Соны жақсылап тазалап аламыз. Мінекей, мен осылай тазалап алдым. Бұны жуған кезде де сыртына бетіне бірден шығады, сондықтан жақсылап жуып шайып алыңыздар. Мінекей, мен осыны суға салып, қазір қайнататын болам. Қайнағаннан кейін бас аяқ 2 сағатта екеуі піседі. Қайнаған кезде осылай көпіршіктер шыға бастайды. Көпіршіктерін алып отырыңыздар, себебі бұл, егер алмасаңыздар, арасында іртік-іртік болып қалуы мүмкін. Сатқанға ыңғайсыз бұл. Екі сағатта қайнап пісті. Мен суытып, жүгері мен бидайды су аз болғандықтан сүзіп ала салдым. Үстіне өзім қалауымша жалбыз қосып жатырмын. Егер де көжелеріңізді ерекшелендірем десеңіздер, жалбыз, райхан қоссаңыздар болады. Қазір мен осы 150 грамм бидай мен 150 грамм жүгеріге 3 шай қасықтай тұз салдым. Және де 700-800 грамм аралығында айран саламыз. Менің осы жердегі бір қателігім, айранды бөлек ыдысқа құйып, жақсылап қозғап алуым керек еді. Немесе ет сүзетін сүзгіш арқылы айранды өткізуім керек еді. Бірақ мен бірден құя салыппын, сондықтан да менің айрандарым су қосылған кезде іртік-іртік болып қалды. Бірақ оны қайта-қайта қозғай тұра өз қалпына келтірдім. Сіздерге айтарым, алдын ала бөлек ыдысқа айрандарыңызды жақсылап қозғап алыңыздар, немесе сүзгіш арқылы өткізіп алыңыздар. Бұл жерде мен алдын ала 4 литр суды қайнатып, суытып алғанын. Қайнаған соң міндетті түрде қосасыздар. Себебі іш ауруы инфекциясы, тағы да басқа нәрселер болуы мүмкін. Сондықтан сақтанғандарыңыз дұрысырақ. Осы енді жақсылап шайқап жатырмын. Мінекей, іртіктері көбірек болды. Қайта-қайта шайқай отыра айран мен суымды біріктіріп алдым. Мінекей, менде осыдан 5 литр көже шықты. Өздеріңіз есептеп, қаншадан сатсаңыз болады. Бұған міндетті түрде бутылкаларыңызда кіретін болады. Ал ендеше жақсы идея, жақсы кәсіп болса, мені қолдап, каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бізге ас болсын. Сау болыңыздар. Мам, что это?